Сәлеметсіздер ме? Мен Лилия Игілікова. Қазақстандағы әлеуметтік, экономикалық және саяси дағдарыс қазірдің өзінде елдегі ахуалды төменге сүйреп барады. Бірақ оның болдырмаудың әдіс-тәсілдері бар ма? Талқылайық. Бүгінгі пікірталас алаңында Парасат кәсіпкерлер альянсы басқармасының төрағасы Олег Пак және энергетика саласының сарапшысы Парасат альянсы түзету кеңесінің мүшесі Олжас Байділдинов. Олжас, Олег, здравствуйте. Сәлеметсіз бе, Лилия? Иә, Олжас мұнай газ саласының маманы. Сонымен қатар энергетика министрлігі жанындағы қоғамдық кеңестің мүшесі екенін қоса кеткім келеді. Қонақты жақынырақ таныс болу үшін. Ну да, можно и так. Көп рахмет, иә, түзетулеріңізге де көп рахмет. Давайте приступим к нашей Енді теме. тақырыбымызға көшейік. Ол өте маңызды. Көптеген сарапшы бұл пікірмен келіседі. Қазіргі билік баяғы олигархиялық Қазақстанның өкілі және экспорттық экономикалық моделден арылуға қауқарсыз сияқты. Қазақстанның 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспары Қазақстан экономикасын қалпына келтіріп, дамытудың жаңа жолдарын іздеуге бағытталған алғашқы әрекет емес. Найти новые пути развития, подъема экономики Казахстана, но он, да, был вынесен. Бірақ ол талқылауға шығарылып, бірталай сынға ұшырап, ақыры елеусіз қалды. И так и завис в воздухе. До этого Бұған тоже дейін президент тарапынан да были кейбір попытки, ұсыныстарын әзірлеу әрекеттері болды. разработать какие-то внести предложения со стороны президента. Бірақ ол ұсыныстар да іске аспады. Тоже повисли в воздухе. Ваше предложение, Қазақстанның 2029 жылға дейінгі баламалы даму жоспары туралы сіздің ұсынысыңыз Қазақстанның ақпарат кеңістігінде үлкен шу тудырды. Оның да себебі бар. Қазір батыстық корпорацияларға тиесілі мұнай компанияларының акцияларын Ресейдің тыйым салынған активтері есебінен сатып алу. Бұл өте батыл ұсыныс. Тіпті радикалды ұсыныс деуге де болады. Счет российских замороженных активов — это достаточно смелое, можно даже сказать, радикальное предложение. Олжас, бұл ұсыныстың иесі өзіңіз. Бұлай деуіңіздің себебін айтып беріңізші. Сіз қандай реакцияға сүйенесіз? Расын айту керек. Ұсынылған келісімге қатысты үш тараптың барлығы мұндай шешімге қарсы шығып, агрессивті жауап қатуы мүмкін ғой. Достаточно агрессивно против такого решения. Барлық қатысушылар, оның ішінде Қазақстан да бас тарта алады. Ашық түсіндірем. Мен үш алыптың теңіз, Қарашығанақ, Қашағанның акцияларын сатып алу үшін қазір антиресейлік истерия аясында қатып қалған Ресей Федерациясының қаражатын пайдалануды ұсындым. Бұл тұрақталған келісімшарттар бойынша Қазақстанда мұнай өндіретін шетелдік құрылымдар. Бұл теңіз Шевройл және СЭП шарттар бойынша. Бұл Қарашығанақ пен Қашаған. Олар бірлесіп Қазақстанда өндірілетін мұнайдың 3/2 бөлігін, 67%, 90 миллион тонна өндірістің тура 60 миллионын бақылайды. Олардың жұмыс жағдайлары біріншіден жеңілдігі бар, екіншіден бұл ең бай кен орындары. Бірақ менің білуімше теңіздің келісімшарты 2033 жылы аяқталатынын түсінген жөн. Америкалықтар бұл келісімшартты тағы 20 жылға ұзартқысы келеді. Ал Қарашығанақтағы келісім 2038 жылы, Қашағандағы келісім 2041 жылы аяқталады. Таңдау мүмкіндігі көп емес. Біз не олардың аталған жылдарға дейін ірі кен орындарындағы барлық мұнайды тауысқанын күтеміз немесе әрекет етеміз. Біз бұл шарттарды біржақты түрде қайта қарай алмаймыз. Бұл келісімдердегі Қазақстанға кері әсері бар тұстарының бірі, алыптар ішкі нарыққа мұнай жеткізбейді. Бұл жұмыс қазақстандық мұнай өндіруші компанияларға жүктелген. Киттер экспорттық кедендік баж салығын төлемейді. Бұл айына шамамен 500 миллион долларды құрайды. Сонымен қатар Олег Алексеевич үнемі көтеретін жергілікті қазақстандық қамту мәселесі. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуда біздің ережелерімізге бағынбайтыны, өзіндік рәсімдермен өтетіні жайлы. Біз осы келісімшарттарды біржақты түрде қайта қарастыра алмаймыз. Өйткені ұзақ жылдарға созылатын халықаралық соттар болады, санкциялар болады. Біздің активтерімізге тыйым салынады. Өзгеріс енгізудің жалғыз амалы акционерлердің құрамын өзгерту. Содан кейін 3-4 жақта келіссөздер белгілі бір дәрежеде оң әсерін берер еді.
Өйткені қалыпты жағдайда Ресей немесе кейбір ірі инвесторлар бұл акцияларды сатып алғысы келмейтін шығар. Менің ойымша бұл 60-100 миллиард доллар одан да көп болуы мүмкін. Әлдекім мұндай ақшаны инвестиция салғысы келмейтіні анық. Иә, сондықтан бұл келісімшарттарды Қазақстан үшін неғұрлым жағымды бағытта қайта қарау туралы ұсыныс бар. Олег, сіздің пікіріңізді білсек. Не считаете ли вы, что Парасаттың бұл жоспары Қазақстандағы қалыптасқан жүйеге, экономикалық және саяси жүйеге тым радикалды деп ойламайсыз ба? Қазір өте жылдам пішімделіп, бөліктерге бөлініп, жалпы алғанда сан түрленіп жатқан әлемде сіздің ойыңызша түбегейлі шешімдерсіз әрекет ету мүмкін бе? Можно ли, по вашему мнению, обойтись без радикальных решений? Иә, біз шынымен 2029 жылға дейінгі дамудың баламалы жоспарын алға қойғанымыз туралы әңгімені дұрыс бастадыңыз. Даму жоспары 5 ақпанда үкімет сайтында жарияланды. Жалпы алғанда, құжат президенттің алға қойған мақсаттарын шешуге бағытталған. Қуатты өнеркәсіптің негізін құру, экономиканы еселеу және тағы басқа. Сонымен қоса, ұсынысымыз да бар. Біз жедел даму жоспарымызды ұсындық. Оның аясында бірқатар жүйелік, дәлірек айтқанда түбегейлі өзгерістерді қарастырдық. Батыстық компаниялармен жасалған келісімшартты қайта қарау мәселесіне келсек, қазір теңіз, Қарашығанақ және Қашаған туралы айтып отырмыз. Бұл мәселе биыл 15 наурызда өткен түзету кеңесінің аясында қаралды. Онда 3 мәселені талқыға салдық. Бірінші мәселе, мемлекет пен бизнестің өзара әрекеттестігін жалпылай қайта қарау. Екіншіден, әлеуметтік серіктестік және Олжас Байділдинов көтерген үшінші мәселе, мұнай кен орындарының келісімшарттарын қайта қарау мәселесі. Бұл туралы не деуге болады? Ұзақ талқылағанымыз түсінікті. Біздің түзеу кеңесінің барлық мүшелері бұл шын мәнде өте батыл ұсыныс екенін атап өтті және ұсынысты түзеу кеңесінің барлық мүшелері дерлік қолдады. Жиында бұдан да радикалды ұсыныстар жасалды. Активтерді құмтөрдің мысалын есепке алып, Қырғызстандағыдай ұлттандыру туралы айтылды. Сәйкесінше ол жағдайда да белгілі бір қосымша санкциялар, халықаралық сот және тағы басқа қауіптер болды. Бірақ көріп отырғанымыздай, Қырғызстан қазір аталған нысанды ұлттандырып, толық пайдаланып, мұнай өндірумен айналысады. Сондықтан тағы айтқым келгені, бұл шынымен де Қазақстанның негізгі мұнай кен орындарын қайталай кетейін, теңіз, Қарашығанақ және Қашағанды еліміздің құзыретіне қайтару мүмкіндігі. Өкінішке қарай, біз көп нәрседен, соның ішінде жергілікті кадрлардан, жергілікті қамтудан, қыруар қаржыдан құр қалып жатырмыз. Бүгінге берілген есеп бойынша Қазақстан ай сайын 500 миллион доллардан қалыс қалып жатқаны туралы Олжас сізге толығырақ айтып береді деп ойлаймын. 500 миллионов долларов, которые сегодня мы недополучаем ежемесячно, да, по тем. Яғни, Ресей Федерациясының алтын валюта резервтерін тарту, бұл активтерді Қазақстанның құзыретіне қайтару мүмкіндігін қарастыратын құралдардың бірі ғана. Айтқым келген осы. Рассмотреть возможность возврата в нашу казахстанскую юрисдикцию данных активов. Вот что я хотел сказать. Бұл туралы мүмкін болса сәл кейінірек, ал қазір мұндай келісімге кім қарсы тұра алады деген сұрақ төңірегінде ашық айтайықшы. Олжас ресейлік тараптың мүддесін аз кем тілге тиек етті. Батыстық корпорацияларға келетін болсақ, олар Қазақстан аумағында орналасқан мұнай компанияларының акцияларын жоғалғысы келмейтінінде айдан анық. Те доли нефтяных компаний, которые находятся на территории Казахстана. Сіздің ойыңызша, не істеу керек? Оған қоса Қазақстанның ішінде отырған күштер мұндай келісімге қарсы бола ма? Қалай ойлайсыз? Которые здесь внутри Казахстана будут противостоять вот такому соглашению. Тарих қаздап көз жүгіртсек, басқа елдердің тәжірибесіне қарасақ, мысалы, тіпті қазіргі заманғы тарихта Гаяна мен Сенегалды естіген шығарсыз. Олар да келісімшарттарды қайта қарап жатыр. Жалпы, елдегі жаңа үкіметтің барлық мұнай өндіруші елдерде келісімшарттарды қайта қарауға моральдық құқығы болды. Және көптеген елде бұл процесс неғұрлым қатал сценарий бойынша өрбіді.
Мысалы сол Қырғызстан мен Венесуэланы алайық. Кәсіпорындар ұлттандырылған кезде атылған жол елдерді әртүрлі санкцияларға, оқшаулауға, дефолтқа және тағы басқаға алып келді. Ұлттандыру қауіпсіз, жұмсақ мәнерді жалғасқан елдер болды. Мысалы айталық Ресей. Владимир Владимирович 2000 жылдардың басында келісімшартты қайта қарап, оған қоса бұл өзара тиімді мәмілелер еді және одан кейін ешқандай санкциялар немесе басқа да тиімдер болған емес. Әрине, Қазақстанда мұндай әлемдік алыптармен бәсекелесетін күштер жоқ. Мен бұл туралы үнемі айтып келем. Мысалы, Қазақстанда мұнай өндіретіндер мұнай газ алпауыттарының бірінің табысы жылына 150-200 миллиард долларды құрауы мүмкін. Бұл Қазақстанның мемлекеттік бюджетінің шамамен 4-тен 3 бөлігін құрайды. Ал Қазақстанда шамамен 10-11 алып өндіруші бар. Яғни біз олармен ешбір жағдайда бәсекеге түсе алмаймыз және ешқашан шыға алмайтын соттарға тартыламыз. Келісімнің шарттары мынадай: бір жақты қайта қарау бола қалған жағдайда елге қатысты жоғалған пайда, әртүрлі айыппұлдар және тағы басқа есептеледі. Әрине, бұл бізге қымбатқа түседі. Сондықтан қарапайым амал бұл акцияны қандай да бір түрін сатып алу арқылы әрекет ету. Өйткені өзіңіз дұрыс атап өткендей, олардың өздері келісімшарттарын қайта қарап, ондағы миллиардтаған доллардан айырылып қалуы екіталай. Қазір барлық карта солардың қолында. Олар Ресейдің резервтерін жауып тастады және олардан бас тарту екіталай. Қазақстанда да бай кен орындарына иелік етеді. Оның үстіне бұл келісімшарттардың аяқталуына 10-15 жылы бар. Мұнда олар үшін республика осы келісімнің шарттарын қайта қарастырғысы келеді. Ал егер қаламасаңыз, онда осы 10 жыл бойы қандай да бір жолмен күресейік деген түсінікті әрі нақты белгі беретін жағдай жасау керек. Мен бұл туралы жариялаған едім. Мен тағы да атап өтейін. Ол үшін бізге мұнай газ элитасы және тұтастай алғанда батысқа ешбір жағдайда тәуелдемеш саяси элита керек. Онда ешқандай активтері болмау керек және батыс оған қандай да бір жолмен әсер ете алмайды. Яғни ұлттық элита тарапынан және сол қоғамдық сұраныс түрінде осындай қатаң позиция болу керек. Өйткені мойындау керек, қазір жаңалықтар жалпылай әртүрлі нәрсе туралы таратылады. Апат туралы, неше түрлі оқиғалар тағы басқасы. Бірақ ең маңыздысы тасада қалып қойды. Осы келісімшарттарды қайта қарау қажеттілігі. Сондықтан менің үндеуім, мұнай газ келісімшарттарын қайта қарау мәселесі Қазақстанның қоғамдық күн тәртібінде бірінші орынға шығуы тиіс. Идея көпшілікті қамтыған кезде ғана жүзеге асады. Неге екені белгісіз, ұлттық элиталар мен ұлттық патриоттар Қазақстандағы америкалық мұнай өндірушілерге әлі де көбірек басымдық береді. Неліктен деп ойлайсыз? Мен айта алмаймын. Бұл жерде біріншіден келісімшарттардың мәтінін оқып шығу керек. Бұл келісімшарттар мен қосымшаларды Қазақстанда 10 адам өз көзімен көрді ме, көрмеді ме, өзіңізге мәлім. Бұл құжаттар құпия сақталған. Сондықтан әрине, бірінші қадамдардың бірі, егер ол туралы жария қылмаса да, ол әлі де коммерциялық құпия болса, онда тым болмағанда Парасат кәсіпкерлер альянсының үйлестіру кеңесінің мүшелеріне рұқсат беру керек. Өйткені бұл стратегиялық маңызы бар мәселе. Оның ішінде президент жанындағы мұнай газ кеңесі айналысады мұнымен. Олардың күн тәртібіне ірі келісімшарттар бойынша ұстанымдарды әзірлеудің негізгі міндеттерінің бірі кіреді. Алдымен онда жалпы мағынада не жазылғанын, СЭП немесе тұрақтандырылған келісімшартта не жазылғанын түсіну керек. Ол барлық салықтар мен айыппұлдарды, төлемдерді 90-шы жылдардың басындағы деңгейде бекітіп қана қоймайды. Яғни ЭТП неге мысалы консорциумға қолданылмау керек. Өйткені келісім шарттар жасалған кезде Қазақстанда ЭТП болмаған. Ол тек 2009 жылы енгізілген. Ал СЭП шарттарына сәйкес бұрын болмағанның негізінде болуы мүмкін емес. Сондықтан олар оны төлемейді. Бұл тек ЭТП-ға ғана қатысты емес. Демек бұл экологиялық айыппұлдар, салықтар. Мысалы оларда жабдықты импорттағанда нөлдік ККС бар. Олег Алексеевич мұны өте жақсы біледі. Яғни, біздің қазақстандық өндірушілердің кез келгені қазірдің өзінде қолайсыз жағдайда отыр. Өйткені бізде 12% ККС жүреді және олармен осындай шарттарды өздерінің еншілеріне шешіп, саудалап алған. Әрине, бұл келісімшарттар алдымен зерттелу керек. Содан кейін қандай да бір іс-қимыл жоспары құрылу керек. СРП механизмінің өзі жеті алпауыт тарапынан қорғаныс түрі болғанын түсіну маңызды. Бұл 70-ші жылдары мұнай өндіретін әр түрлі елдерден жұмсақ немесе қатал түрде қуыла бастаған кезде әлемде болған 70 газ корпорациясы. Олар өздерін 40 немесе 45 жыл бойы қорғайтын СРП механизмін ойлап тапты. Осы механизм бойынша инвестор ең алдымен өз инвестициясын қайтарады. Содан кейін ғана республика мұнай газ келісімшарттарынан біршама елеулі табыс табады. Мұнда да қақпан жатыр. Өйткені бұл жағдайда инвесторлар өз бюджеттерін жасанды түрде көтеруге мүдделі. Сондықтан мен теңіз бен қашаған туралы бірнеше рет жаздым. Қазір уәкілетті орган, мәселен,
ПСИ жауапкершілік шектеулі серіктестік арбитражға 16,5 миллиард доллар сомасын қойды. Яғни олар Қашаған мен Қарашығанақ бойынша шығындар ақталды деп мойындамайды, бірақ Қазмұнайгаз бұл мәселеге қатысты үнсіз отыр. Онда теңіз кенішіндегі болашақ кеңейту жобасы. Бұл Future Growth Project 12 миллиардтан 48,5 миллиард долларға дейін өсті. Бұл теңіз кенішін кеңейту жобасын республикадағы, тіпті жалпы әлемдегі ең қымбат жобалардың біріне айналдырады. Яғни жақсы, бұл жағдайда келісімшарттардың инфляциясы және осы сомалардың дамуы, оны да бөлек қарастыру керек және сәйкесінше құрылымда заңнамалық құқықтық талаптар түрінде ұсыну қажет. Вообще, судя по реакции Жалпы участниц әлеуметтік социальных желілердегі сетей, реакцияға можно қарап, сделать такой мынандай вывод, қорытынды не жасауға знаю, болады. согласитесь вы с этим или нет, что сама идея Ресей использования активтерін российских пайдалану идеясының өзі очень қазақстандық раздражает олшыларды қытығына қатты казахстанских тиеді дегенмен националистов. келісесіз бе жоқ По па? вашему мнению, сколько здесь здорового национализма? Могли бы Мұндай вы шешімдерсіз Қазақстанға сделать қиын соғатынын анық көрсететін сандарға короткий, қысқаша талдау жасай аласыз ба? расклад в цифрах, который бы наглядно показал, что без этого Казахстану обойтись будет очень сложно. Без таких решений. Маған бірінші рет сын айтылып отырған жоқ. Олар мені жамандайтыны түсінікті. Неше түрлі айдар тағатын да бар. Антиресейлік сөздер Қазақстанда кең таралған. Әлде әдей айта ма білмедім. Бұл реакция түсінікті. Ол жағдайда білмегеннен туындайды. Мұнайшылардың өзі келісімшарттарды қайта қарау керектігін түсінеді, бірақ олар да Ресейге құштарлық танытып тұрған жоқ. Тұтастай алғанда, бұл Ресейге де қызықсыз әрі тиімсіз болуы мүмкін екенін түсіну керек. Олар неліктен Қазақстанға 100 миллиард доллар инвестиция құю керек, мысалы. Келісерсіз. Оның үстіне мұнай негізден Ресей аумағы арқылы өтетіндіктен, олар оны қалайда бақылауда ұстайды. Бұл жерде мұнай-газ секторындағы жағдайдың нашарлап баратқанын түсіну маңызды. Бұл туралы жазғанмын. Мысалы 2023 жылдың аяғында біз 89,9 миллион тонна мұнай мен газ конденсатын өндірдік. Бұл 90 миллион тонна. Біз өндірісті 7% өсірдік. Бәрі тамаша сияқты, әрине. Біздің мұнай өнеркәсібіміз дамып келеді. Жақын арада жылына 100 миллион, яғни тәулігіне 2 миллион баррель мұнай өндіретін боламыз. Бәрі тамаша сияқты көрінеді. Бірақ құрылымына қарасаңыз, теңіз, Қарашығанақ, Қашаған алыптарының өндірісі 11% өскен. Сәл аз болмаса, басқа компаниялардың өндірісі, мен оларды ұлттық деп атаймын, бірақ ол ұлттық тырнақшаға алынған. Себебі қытайлық компаниялар да бар және тағы басқасы. Алыптардан тыс компаниялардың өндірісі 2023 жылы 3%-ға төмендеді және бұл үрдіс нашарлайды. Ал алыптар ішкі нарыққа мұнай жеткізбейді. Қазір басқа компаниялар ішкі нарыққа өндірілген мұнайдың 60%-ға жуығын барреліне 25 доллардан жеткізеді. Сондықтан бізде жанармай бағасы өте төмен. Біз жанармайдың арзан бағасы бойынша әрқашан алғашқы ондыққа кіреміз. Болашақта бұл тенденция нашарлайды. 2030 жылға қарай алыптардан басқа компаниялар өндірілген мұнайдың 80% ішкі нарыққа жеткізеді және бұл олар үшін тиімсіз. Олар қазірдің өзінде шығынға ұшырайды. Өйткені қазір 40% экспортқа жібереді. Бұл оларға біраз жерде ақша алуға, ақша табуға және тағы басқа мүмкіндік береді. Яғни бұл жағдай ушығады деген сөз. Кен орындарымыз ескі, одан сайын ескіріп барады. Олар КСРО кезінен бері жұмыс істеп келеді. Болашақта тек алыптардың өндірісі артады, ал басқалары төмендейді. Бізде келісімшарттарды қайта қарауға немесе мұнай саласындағы жағдайды жақсартуға мүмкіндік бар. Мерзімі қысқа мүмкіндік, оған бірнеше жыл қажет. Содан кейін біз жыл сайын өндіріс көлемі жағынан құлдырайтын боламыз. Мысалы, Әзербайжанда 2010 жылдан бастап мұнай өндіру 2 есеге жуық қысқарды. Өйткені кен орындарының пайдалану мерзімі 30-40 жыл. Ал біздегі кейбір кен орындар 60 жыл бойы пайдаланып келеді. Әрине, сіздің платформаңыздың арқасында қайта қарау мүмкіндігі мерзімі өте аз екенін жеткізу керек. Мұнай қоры шексіз емес, кен орындары. Тіпті бүгін біз айтып отырған кен орындары да таусылып баратқанын ескерсек, сіздің ұсынысыңыз ресейлік тарапқа жаға қоя ма? Месторождения, даже те, о которых мы сегодня говорим, истощаются. Ресей үшін бірнеше артықшылықтар бар. Мен олардың біріншісін атап өттім. Яғни Ресей өзінің тыйым салынған активтерін осындай 3-4 жақты форматта айырбастай алады. Олардың кейбіреулері 300 миллиард бұғатталған. Олардың бірнеше үлесі осы біздегі алыптарда деп есептеймін. Ақша келетін нақты активтерге айырбастау. Бұл Қазақстандағы мұнай активтері, кен орындары екені түсінікті. Олар осында, соның ішінде теңізде жұмыс істейді. Мен жазған екінші артықшылық қазір Еуропада Қазақстан мен Ресей
мұнайы бір-біріне қарсы қойып жатыр. Өйткені біз баға бойынша бәсекелесеміз және бұл Еуропа үшін де тиімді. Олар ресейлік мұнайға шекті межені енгізіп қойған. Қазақстандық мұнайды жеңілдікпен өндіреді. Соның бәрі сол компаниялардың еуропалық мұнай өңдеу зауыттарына, мұнай газ химия зауыттарына барады. Бұл жерде әрине жалпы Еуропаның құлдырап бара жатқан нарық екенін түсіну керек. Еуропалық нарықтың болашағы жоқ. Бірінші себебі зор бәсекелестік. Екіншіден тұтынудың азаюы. Соның ішінде электромобильдер есебінен, энергия тиімділігін арттыру және тағы басқа. Болашақта Қазақстан мұнайының Еуропадан кететіні Ресей үшін бір артықшылық болу керек деген ұсыныс айтқан едім. Екі жолмен кетуі мүмкін. Не Қытайға қарай, бірақ өте тиімсіз. Өйткені Қытайдың бізбен шектесетін провинциялары мұнайды көп тұтынбайды. Өздері өндіреді. Олардың негізі шығыс жағалауына тұтынады, немесе Иран арқылы Парсы шығанағына апаратын дәліз, көлік, мұнай құбырлар және тағы басқа болу керек. Бұған дейін Қазақстан 2000 жылдардың басында осындай жеткізілімдерді жүзеге асырған болатын. Бұл жағдайда айталық, 5 жыл бойы кейбір келіссөздер жүріп жатқанда, егер біз мәміле жасалған жағдайда осы жеткізілімдерге кепілдік берсек, біз еуропалық нарықтан Азияға, Үндістанға, Қытайға, Азия аймағына кететін едік. Бұл болашақта мұнай тұтыну өсетін аймақтар. Қазақстандық мұнай дәл осы жерге бағытталу керек. Әйтпесе біз Еуропада тағы да Ресеймен бәсекеге түсеміз. Ақыры пайдасыз қаламыз. Өйткені Ресейге қарсы санкциялардың бәрі мәңгі тұрмайды. Ерте ме кеш пе бітеді. Есептеп көрсеткеніңізге көп рахмет. Әңгімемізді басқа арнаға бұрайық. Әлеуметтік желідегі бір пікірді оқиын. Пользователь Facebook Жанна Бота есімді Facebook қолданушысы, олар британдықтар мен америкалықтардың шуының арқасында Қарашығанақтағы, Қашағандағы және теңіздегі үлестерін беру туралы хабардың артында төңкеріс дайындауы мүмкін деп жазған. Мен қолданушының жазған қорлау сөздерін өткізіп жіберемін. Олжас Байділдинов, оны мәскеуліктер қара жұмысқа пайдаланады. Его используют в темную москвичи. Петр Своик, Арманжан Байтасов, Мұхтар Жәкішев, Кремльдік қаңтар екі ойынын ойнауы мүмкін. Бұл британдықтарға қарсы Мәскеудің қолымен ойнап, Қазақстанда билік ауыстырудың осыншама ақымақ әрекеті болса, онда сіз әрі қарай тағы қорлау сөздер. Сізді жоқ қыламыз деп қорлаған. Қоқан-лоққы сөздер бар. Бірақ тағы да қайталап айтам. Мен Фейсбукте біраз уақыттан бері ілулі тұрған жазбадан цитата келтіріп отырмын. Қазірде олар мені есі ауысқан деп айтады. Бірақ олар менің не туралы айтып отырғанымды жақсы біледі. Біздің бизнес элита қазірдің өзінде бұрышқа ығыстырылды. Одан қан төгісіз шығуға жол жоқ. Менің ойымша, сіз бұл мәтінмен таныссыз. Мұндай шабуылдарға жауап беру немесе жауап бермеу әрине өз еркіңізде. Сізге мұндай өтінішпен жүгінбеймін, бірақ түсініктеме беру керек секілді. Мұнда бәрі араласып кеткен. Екі парасат. Бірі Жәкішевтің парасаты, екіншісі Олегтің парасаты. Бұл жеке-жеке ұйым болса да, білмейтіндер мен жағдайды түсінбей әлеуметтік желідегі парақшаларға агрессивті пікір жазатын адамдар үшін оны қалай ажыратуға болатынын айтсаңыз. Мен түсіндіріп берейін. Иә, шынында да, мұнда бәрі араласып кеткен. Жәкішев Мұхтар Еркінұлының Арманжан Байтасовпен бірге құрған Парасат бизнес-клубы бар. Біз бизнесті қамтитын Парасат кәсіпкерлік альянсымыз және ұйымда үйлестіру кеңесі жұмыс істейді. Атауымыз ұқсас болып қалды. Айтпақшы, біз Мұхтар Еркінұлымен жақсы таныспыз. Тіпті индустриялық дамудың бірлескен бағдарламасын дайындау үшін бірнеше бірлескен жобаларды талқыладық. Совместная программа развития промышленности. Да, в Казахстане была такая инициатива, но, к сожалению, она пока у нас на такой достаточно начальной стадии. Ондай бастама болды. Өкінішке қарай әлі бастапқы сатыда тоқтап тұр. Сол себепті бізді шатастыратын да шығар. Алайда біз мүлде басқа құрылымдармыз. Сондай-ақ жақында мен Мұхтар Еркінұлының Гиперборей немесе Борейка арнасында сөйлеген сөзін көрдім. Гиперборей, или Борейка, да.
Онда ол өзі басқарып отырған жоба туралы және жалпы өнеркәсіптің даму туралы көп айтты. Және көп жағынан біздің көзқарастарымыз негізінен ұқсас екені байқалады. Өйткені біз мемлекет нашар меншік иесі деген түсініктен бас тартуымыз керек және мемлекет президент алға қойған мәселелерді. Оның ішінде экономиканы еселеу және қуатты индустриялық негіз құру және тағы басқаларын шеше отырып, тиімді және дұрыс меншік иесі болу керек. Решение тех вопросов, которые ставит наш глава государства, я говорю про удвоение экономики, создание там мощного промышленного каркаса и так далее. Зачем создавался альянс Парасат? Ведь то предложение, о котором сейчас говорят все, это не единственное. Сонда Парасат альянсы не үшін құрылды? Қазір басқа қандай жұмыспен айналысып жатсыздар? Бізде көптеген бастама бар. Революциялық бастамалар да жетерлік. Жеке Олжастың ұсынысы бар. Біз оны қуана қабылдадық және бұл бастама Парасат кәсіпкерлер альянс алаңында да қолдау тапты. Ертең үші күні біз Қазақстандағы көмір химиясының дамуы тақырыбында дөңгелек үстел өткіземіз. Біз шамамен 13-14 миллиард доллар инвестиция құйып, 20 мыңға дейін жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін осы саланы құрудың тұжырымдамасын жаздық. Алдын ала есептедік және бұл жыл сайын экономикаға 8-10 миллиард долларға дейін пайда келуі мүмкін екенін түсіндік. Осындай ұсыныс бар. Үші күні дөңгелек үстел өтеді. Онда көмір компаниялар мен инвесторлар, яғни Қытай компаниялары, ірі өнеркәсіптік инженерлік құрылымдар және тағы басқалар келіп қатысады. Әңгіме басында баламалы даму жоспарын ұсынып, оның аясында бірнеше ірі бастамалар ұсынылғанын айтқанымыздай, бизнес пен мемлекеттің өзара әрекеттесу тәсілдерін өзгерту. Біз ұлттық палатаның нашарлаған рөлі туралы айтып отырмыз. Ол бүгінде осы сипатқа ие. Біз көзқарастарды қайта қарауда, ұлттық палатаға ішінара келісім арқылы, функцияларды беру арқылы белгілі бір функцияларды беруді, мемлекеттің көмегін беруді ұсындық. Сондай-ақ мүшелік жарнаны толығымен алып тастау сияқты негізгі тармақтарды. Яғни сол арқылы біз ұлттық палатаның трансформациясын аяқтауды ұсындық. Бізде әлеуметтік серіктестікке, сондай-ақ энергетикалық нарыққа қатысты қайта қарау, яғни энергия нарығын бірінші кезекте тұтынушылардың мүддесі үшін дамыту тұжырымдамасы туралы бірқатар бастамалар бар. Бізде мемлекеттік органдар деңгейінде талқыланып жатқан, сарапшылар қауымдастығы деңгейінде ілгерілетуді жоспарлап отырған көптеген үлкен бастама бар. Бұл соң емес, жалпы алғанда біз бүгінгі таңда алға қойған барлық мақсаттарға жетуге көмектесетін мәселелерді талқылауға дайынбыз. Обсуждению тех вопросов, которые принесут и помогут достичь тех задач, которые мы ставим. Сіздердің Қазақстанда дамыту жөніндегі жоспарларыңыз шынымен де үкімет ұсынып отырғанға балама десем, қателеспеймін деп ойлаймын. Сонымен қатар президенттің халыққа жолдауында айтқан мақсаттарына да қайшы келмейді. Противоречит целеполаганиям президента, который он озвучил в своих обращениях к народу. Біз өзіміздің барлық міндеттеріміз бен шешімдеріміздің, соның ішінде үкімет сайтында жарияланған ұлттық даму жоспарының сәйкессіздігі туралы дайындаған петициямыздың негізінде дәл келдік. Біз мұны президент қойған мақсаттарға шешім бола алмайды дейміз. Біз мемлекет басшысының алға қойған қуатты өнеркәсіптік тірек пен экономиканы еселеу туралы мақсаттарын қолдаймыз. Олар қажет әрі жедел уақытта қажет. Бірақ бүгінде өкінішке қарай, көптеген мемлекеттік органда бұл мақсаттарға жету жолында түсінік жоқ екенін көріп отырмыз. Олжастың көмір химиясы, бизнес пен мемлекет көзқарасындағы өзгерістер туралы айтқан ұсыныстары өте маңызды. Бүгінгі таңда мемлекет бизнеспен және халықпен қалдық принцип бойынша байланысады. Өкінішке қарай, әлеуметтік институттар, әлеуметтік серіктестік, бизнес орта және тағы басқа жұмыс істемейді. Бұл шын мәнінде үлкен проблемаларды тудыратын мәселе, және бұл жерде бизнес пен мемлекет өзара байланыс аясында қарастыруға мәселелердің шешімі жоқ.
в рамках взаимодействия бизнеса и государства. Да, в целом, как бы Иә, общество, жалпы қоғамда, бизнесте А және могли бы мемлекетте. вы чуть подробнее рассказать о Вертикал вертикальной интеграция туралы толығырақ айтып бере аласыз ба? Бұл не? Ну, в целом, в Жалпы, рамках той концепции, біз которую ұсынған мы ұлттық даму предложили жоспары туралы тұжырымдама аясында сол МЖА құралдарының және тағы басқа шеңберінде вертикал интеграцияланған компанияларды құруды қарастырамыз. в рамках тех же инструментов ГЧП и так далее. То есть мы сегодня говорим, Яғни что в бүгінде целом тізбектердің барлығы өкінішке қарай у үзіліп нас кетті. были созданы, они, к сожалению, разорваны. Да, мы говорим, и вот если говорить, опять же, на примере Тағы да бір мысалы, к сожалению, көмір химиясы. получается такое, Бүгінгі күні что көмір өндіретін көмір такая компаниялар ситуация, бар. прибыльные компании, которые Олардың сегодня міндеті добывают өндіру және оны и қымбатырақ, добычу куда-нибудь, көбірек алыс жерге сату продавать емес. побольше, подальше, да. Есть энергетические компании, Бүгінгі которые таңда сегодня осы көмірді жылу, применяют электр энергиясын және тағы басқа өндіруге пайдаланатын энергетикалық компаниялар бар. Но в целом, Бірақ тұтастай алғанда, көмірден бастап автокөлік бамперіне дейін шартты түрде мүмкіндік беретін және жоғары қосылған құны бар өнімдер шығаруға мүмкіндік беретін құн тізбегін жасайтын құрылым жоқ. продукцию высокого передела. Вот как-то, кстати, по-моему, Айтпақшы, менің ойымша, Олжас өзінің мұнай химиялық талдауында мысал келтірген. Көмірге, мұнайға және тағы басқа үшін өндіретін көмір сутектердің шартты құны, Қазақстандағы көмірдің құны бәріміз жақсы білеміз. например, там, в районе там, $20. Шамамен $20. Мы знаем, Мұнай бізде қанша екенін білеміз. сегодня за баррель. Бүгін барреліне $60-70. Продукцию, Біз өнімдерді, сол пластикалық чемодандарды, данный орауыштарды және тағы басқа сатып аламыз. которая в итоге в десятки, Ақырында құннан ондаған, жүздеген, мың есе қымбат шығады. Нәтижесінде есеп қазірдің өзінде тоннасына ондаған мыңға дейін барады. Біз осы тізбектерді және қосымша табыс әкелетін өнімдерді құру туралы айтып отырмыз. и той продукции, которая Яғни бұл экономиканы еселеу міндеті. дополнительный доход. То есть, Біз шикізатты екі есе көп өндіре алмайтын шығармыз. Бұл түсінікті. Бүгінгі таңда қорымыз, металдар, мұнай, тағы басқасы шектеулі. то есть металлы, нефть и так далее. Вот Алжас тоже приводит пример. Олжас та өз талдауында мысал келтірген. Өкінішке қарай, бүгінде қорымыз, жергілікті өндірісіміз төмендеп жатыр. Үш алыптың өндірісі өсіп жатыр. Бізде қандай да бір шағын өсім болғанымен, өндіріс көлемін екі есе арттырмайтынымыз анық. Тиісінше, бізде бір ғана жол бар. Қайта өңдеуді қиындату, өндіретін шикізаттың құнынан 10-100 есе қымбат тұратын өнім шығару. Будет стоить там десятки, в сотни раз дороже самой стоимости сырья, которую мы добываем. Олжас, хотелось бы услышать Олжас, вашу точку сіздің пікіріңізді естігім келеді. Получается, что у Қазір каждого әрбір мұнай өндірісінің өз иесі бар. свой хозяин. Мұнай өндіру тек тасымалдаудан ғана емес, өңдеуден де бөлініп қалған сияқты ғой. Өңдеу сатылымнан бөлек. Бұл бөліп ал және басқар схемасына ұқсай ма? Отделена от продаж. Не очень ли это похоже Сіздің экономикалық ұсынысыңызға аздаған саясат енгізгенімізді түсінем. и властвует? Әйтсе де, Понимаю, что мұндай схемадан кім пайда көреді? Ваше экономическое предложение я немного вношу ноток политики, но тем не менее. Кому такая схема выгодна? Ну, смотрите, что касается там... Ал қараңыздарша, ондағы неше түрлі пікірлерге, тағы басқаларға келсек, мен оларға көптен бері философиялық көзқараспен қараймын. Мен жеткілікті түрде талқылай алмайтын кейбір пайдаланушыларды бұғаттаймын. Өйткені әдетте үнемі сын көп, бірақ сіз жарайды. Сіз не ұсынасыз деген сұрақты қойғанда, бәрі басын алып қашады. Бізге бұл керек. Жарайды, сол компанияларға барыңыз. Олар Қазақстанда мұнай өндіріп жатқанына қарамастан, шетелдік кеңсесінің табалдырығын аттатпайды. Ал өткен референдумдарға сәйкес және Альянстың үйлестіру кеңесінде бұл туралы айтылды. Ресурстар енді халыққа тиесілі. Жақсы. Оларға бақылауды қалпына келтіру керек. Мұнай өңдеу және тағы басқа мәселелерге келетін болсақ, бізде бұл салада әлі де толық мемлекеттік реттеу бар. Яғни, қазір көріп отырғандарыңыздай, жанар жағармай құю бекеттері және тағы басқалары барлығы мемлекет бақылауында. Қазмұнайгаз ұлттық компания ретінде мұнай өндіруді шамамен 25%-ын бақылайды. Бұл
оның киттердегі үлесін ескере отырып, ал мұнай және газ зауыттары Қазмұнайгаз компаниясына тиесілі және бақыланады. Мұнайды тасымалдау Қазмұнайгаз компаниясына тиесілі, ал мемлекет негізінен шикі мұнайды сатуға тарифтер белгілейді. Бұл барреліне $20-25, бұл өңдеу тарифтері, бұл тасымалдау тарифтері, бұл ең жоғары көтерме бағалар, ал бұл ең жоғары бөлшек бағалар. Яғни, бүгінде мұнай саласында қандай да бір олигархиялық құрылым енді жоқ. Толық мемлекеттік бақылау барлық жерде. Мәселе мынада. Бұл мемлекеттік бақылау, мысалы, Парсы шығанақ елдеріне қарағанда мұнай өндіру туралы нақты айтатын болсақ, жеткіліксіз. Біз әмірліктерді жақсы көреміз және бұл туралы жиі естиміз. Мен бұған көп талдау жасадым. Біз қашан Біріккен Араб Әмірліктері сияқты бола аламыз, немесе біз неге әмірліктер сияқты емеспіз? Әмірліктерде ADNOC, Абу-Даби ұлттық мұнай компаниясы мұнай өндірудің 90%-ын бақылайды, ал олар бізден 2 есе көп мұнай өндіреді. Елестетіп көріңізші, Қазақстанда өндіріс 2 есе аз, ал Қазмұнайгаз 25%-ын ғана бақылайды. Әрине, мұнай өнеркәсібі бюджетке аз табыс пен дивиденд әкеледі. Бұл Олег Алексеевич айтып отырған экономикалық өсудің осы негізін қамтамасыз етудің себебі. Бұл мұнайдың ақшасын қажет етеді. Енді біз мұнай ақшасын ала алмаймыз, өйткені киттер 90 жылдардың басында төлеген ақшасын әлі сол мөлшерде төлеп келеді. Артық емес, кем де емес. Ал тағы бір ұлттық өндіріс жыл сайын шамамен $3-4 миллиард ішкі нарықты қолдап, субсидиялаудан зардап шегеді. Яғни мен мұны есептеп, талдауды келтірдім. 20 миллион қазақстандықтың әрбір азаматы 100 мың теңгеден алады. Энергетика субсидиялар түрінде, ал жалпы энергетика саласын алатын болсақ, 200 мың теңгеден асады. Яғни, әрбір азаматтың жасы нешеде, немен айналысады? Жұмыс. Егер бізде отын энергиясында әлемдік баға болса, жылына 200 мың теңге болар еді. Бұл жерде әрине бірден осы 200 мың теңгені Әмиянға, Каспийге, басқа жерде бер. Бізде әлемдік бағалар болсын, мен бәрібір үнемдеймін деген пікір туады. Бізге нарықтық экономика мен бағаны теңестіру керектігін айта отырып, қазір бар жасырын тиімсіз субсидияларды жоюдың бір тетігі осы. Ұсыныстарға келсек, Ресей Федерациясы бұған қызықпауы мүмкін. Мен ресейлік бақты айттым, сөйлеп жүрмін. Оларды бұл таңғалдырады, яғни олар үшін бұл қызықты, олар үшін күтпеген жағдай болды. Мен арқылы ешқандай пікір айтылмайды. Егер Кремльге бұл шынымен керек болса, олар Қазақстан басшылығымен тікелей сөйлеседі ғой. Және олар мұны мен арқылы айтуы екталай. Бұл аңғалдық немесе тіпті ақымақтық дер едім. Әрине, бұл да олар үшін идея. Мысалы, бұл қаражатты босатудың жолы жоқ. Енді оларды шынымен бір нәрсеге айырбастауға болады. Менің ойымша, бұл туралы ойланатын нәрсе. Бірақ біз үшін бірінші кезекте тұрған нәрсе келісімшарттарды қайта қарау. Олар Қазақстанға тиімсіз, ашық емес. Олардың инвестициялық бюджеті ұлғайып кеткен және ондағы ұлттық бақылауды қалпына келтіру керек. Қазақстанда мұнай өндірумен айналысатын батыстық корпорациялар неге келісу керек? Олар келіспейді. Олар үшін бұл тиімді емес, олардың жағдайы керемет. Олардың жеңілдік шарттары бар. Сіз оларды ешбір жолмен өзгерте алмайсыз. Оларды елден қуа алмайсыз. Олар өздерін жайлы сезінеді. Бұл жерде бір ғана мәселе. Олардың осы жаққа қарай жылжуы үшін белгілі бір жағдай жасау керек. Айталық, олар әлде өз салымдарын қайтарып алған моральдық тұрғыдан мойындады. Теңізде сөзсіз иә. Қарашығанақта иә. Қашаған үшін жоқ. Өйткені жаңа жоба және тағы да бұл олардың инвестиция сомасы туралы сұрақ туғызады. Ұлттық мүдделер бар. Олармен қалайда тіл табысуымыз керек. Тағы бір сұраққа келсек, айтпақшы, бақта мына пікір жиі айтылады. Ресейде технология жоқ. Енді біз оны Ресейге сатамыз да, ал Ресей оның бәрін құртады. Бұл біраз қараңғы көрініс шығар. Ресейдің мұнай газ өнеркәсібі өте дамыған. Теңіздегі сол Лукойл Каспий теңізіндегі теңіз кеніштер мен кен орындарын игеріп жатыр. Қазмұнайгаздың Қазақстанда теңіз кен орындары жоқ. Олардың барлығын РК шарттары бойынша шетелдік компаниялар игереді. Соның ішінде ресейлік компаниялар. Яғни технология бар. Бұл мәселе емес. Қазір мен ешқандай супер технологиялар туралы білмеймін. Нанотехнологиялар бар. Олар тиімді және бұл жерде мәселе технология емес. Екінші жағынан, не істеу керек онда? Жарайды, мұнайдың бәрі бітсін. Оған дейін бүкіл ел болып отыра берейік. Солай ма? Басқа қандай амал бар? Олег, сізге сұрақ. Парасат альянсы Қазақстан президентінің саяси шешіміне сеніп отыр ма? Бұл қаншалықты ықтимал деп ойлайсыз? Соны бүгін де көрдік, айттық та. Қазақстанның 2029 жылға дейінгі даму жоспарының жобасы. Ұлт жоспары бір жерде талқыға салынып,
кейін ол да, жойылып это был кетті де вынесен на айтылмады. обсуждение, а потом он растворился. Ешқандай талқылау болмағандықтан болар. О нем не говорят, наверное, потому что и Өйткені обсуждать дағдарыстан нечего. қалай шығуға болатын Потому что құралдар показаны көрсетілмеген. инструменты, Бұған как дейін можно президенттің выполнить экономиканы кризис. ырықтандыру туралы жарлығының До жобасы этого да был болды. еще проект Ол да талқылауға указа түсіп, президента көзден о ғайып болды. либерализации экономики. Тоже Әзірге біз вынесен на ұлттық мүдделерді обсуждение, нақты и тоже қорғау без жолында использования. қандай да бір қадамдар жасалып жатқанын Пока мы көріп тұрған не жоқпыз. видим, что Бірақ какие-то әлемдік аренадағы шаги алпауыт ойыншылардың арасында реальной өте мұқият защиты әрекет ету керек. национальных интересов Бірақ бұл біреуге делаются. бас ию керек Но дегенді это білдірмейді. потому что все-таки среди игроков-гигантов на мировой арене как-то нужно действовать очень аккуратно. Но это не значит, что нужно выбирать, кому кланяться. Да, Лилия, очень Иә, правильный, Лилия, өте дұрыс сұрақ. вопрос. Вот, Жоғарыда айтқанымдай, как 15 наурызда да, біз бұл вот, мәселені и, түзету да, кеңесіне и шығардық. тот же Және день сол күні мы подготовили осы үш решение батыс правительства мұнай кен орын Совета компаниясының акцияларын сатып алуға қатысты президент басқаратын мұнай газ кеңесіне үндеу дайындадық. Және оны мұнай газ кеңесіне жібердік. и направили в адрес нефтегазового совета. Осы күнге дейін біз ешқандай жауап алған жоқпыз. Мы знаем, Мұқият қарап жатқанын білеміз. Және жақын арада жауап алатын шығармыз. наверное, в ближайшее время Жауабы қандай болатынын әзірге білмеймін. Бірақ тұтастай алғанда, өкінішке қарай, біздің елде су тасқынына қатысты жағдайларда және біздің азаматтарды толғандыратын көптеген басқа мәселені байқап отырмыз. Барлық шешімдерді президент өзі қабылдау керек. Мемлекет басшысының өзі министрліктегі нақты жауапты тұлғаларға қатысты белгілі бір шешімдер қабылдайды. Бүгін Парасат альянсынан көтеріп отырған мәселелер мен бастамаларды еліміздің мүддесі, мемлекет басшысының мақсат міндеттерін орындау мүддесі үшін бұл қуатты индустриялық негіз құру, 2029 жылға дейін экономиканы еселеу. Шешім мемлекет басшысынан шығады деп ойлаймыз. Кішкене құпияны ашайын. Бүгін біз мемлекет басшысының күн тәртібін құрайтын тұлғалармен, Парасат кәсіпкерлік альянсының түзету кеңесінің мүшелерімен президенттің кездесуін өткізу мүмкіндігін талқылап жатырмыз. Бұл мәселе келісіліп жатыр. Менің ойымша, мұндай кездесудің мемлекет басшысының қатысуымен өтуінің ықтималдылығы жоғары. Онда біз кейде түбегейлі, кейде жалпы алғанда алға қойылған мақсаттарға жетудің жалпы тиімділігін арттыруға бағытталған онша радикалды емес ұсыныстарды талқылай аламыз. Бәлкім, осындай жиын өтетін шығар. Үмітіміз бар. Повышение эффективности в целом достижения тех поставленных целей, про которые мы говорим. Я думаю, в ближайшее время, возможно, будет проведена такая встреча. Вот, у нас есть надежда. Еще один нюанс. Как меняется Тағы бір нюанс. Парасат альянсында құрылған Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының рөлі қазір қалай өзгеріп жатыр? Үкіметтің салықтар мен тарифтерді көтеру арқылы қазірден бастап кейбір қаржылық және экономикалық мәселелерді шешетіні қаншалықты жылдам дағдарысқа келеді деп ойлайсыз? Финансовые и экономические проблемы за счет повышения налогов и роста тарифов. Да, ну, про национальную палату Ұлттық палата туралы мен айтып беретін шығармын. Өздеріңіз білесіздер, мен өзім осы құрылымнан шыққанмын. 2014 жылдан бастап өңдеу өнеркәсібі комитетінің құрылымында жұмыс істедім. 2022 жылы осы өндірістік өнеркәсіп комитетін басқардым. Менің кетуімнің басты себебі Қазақстанның өңдеуші секторының мәселелерін шешудің болашағы мен мүмкіндігін көрмедім. Естеріңізде болса, мен үлкен сын айтып кеткен болатынмын. Жалпы, бүгінде ұлттық палатаның іс жүзінде ешқандай бастама көтермейтінін көріп отырмыз. Сарапшылар ұлттық палатаның бүгінде өкінішке қарай бизнеске пайдасынан гөрі зияны көп екенін айтады. 2023 жылдың 12 қыркүйегінде өткен бизнес өкілдерімен кездесуінде президент ұлттық палата бизнестің жиынтық пікірін шынайы көрсетуі, сондай-ақ әлеуметтік экономикалық реформалардың қозғаушы күшіне айналуы тиіс екенін айтты. Ол осылайша ұлттық палатаның қызметін жұмсақ түрде сынға алды. Бірақ өткен жылдың қыркүйегінен бері біршама уақыт өткенмен ұлттық палата тарапынан іс жүзінде ешқандай шара жасалмағанын да тағы да байқаймыз. Біздің ұсынысымыз президент әкімшілігіне, үкіметке, парламент палаталарына осы жағдайға баса назар аудару керек деп санайтын ұлттық палатаның түріне қатысты қарастыру және шешім қабылдау үшін жіберілді. Того видения национальной палаты, которое мы считаем, что она необходимо быть в данной
ситуации. Но, тем не менее, Дегенмен, мне, по крайней ең болмағанда, мере, всегда мен как мұндай я ауқымда думала, кез келген что ұсыныс тек Қазақстанның любое экономикалық мүдделеріне ғана емес, настолько геосаяси масштабное, мүдделеріне де әсер етеді деп ойладым. не просто экономические интересы Өйткені Казахстана, геосаясаттың а ауқымы кең. геополитические Ол жарияланған интересы, кезде потому бизнес что қауымдастығы мен масштабность сарапшы силовой экономистер политики. оны өте белсенді түрде Когда талқылайды. оно будет озвучено, Енді будет, осы очень ұсыныспен активно осындай жағдай обсуждаться болып жатыр ма? бизнес-сообществом. Өйткені шынында да тек пікірталаста ғана дұрыс шешім туады. Происходит ли Ал это айтылған сейчас ойдың бәрі ұрысқа түсу үшін талқыланып, өткірленіп, шыңдалу керек. Олжас, сізге сұрақ. Ал енді алаңның өзі, жүйенің өзі мен саяси кеңістігі, Қазақстанның экономикалық кеңістігі енді идеялардың дүниеге келуіне, дұрыс идеялардың өмірде жүзеге асуына ықпал етіп жатыр ма? Олжас, вопрос к вам. И вот само поле, сама система, и политическое пространство, и экономическое пространство Казахстана сейчас способствует рождению идей и внедрению правильных идей в жизнь. Нет, не способствует, если конкретно об этом предложении Болсақ, бұл көмектеспейді. наверное, вы видели в Көптеген многих YouTube шоуларында видео, әртүрлі блогерлер, қоғамдық белсенділердің позициясы негізінен антиресейлік. Бұл анықтама бойынша Ресейге қарсы. Тек осы ұсынысқа қатысты емес, жалпы. Олар Ресеймен байланысты барлық нәрсені дұшпандықпен қабылдайды. Шетелдік компаниялардың әңгімені қалай бастауға болатыны туралы олардың нақты ұсыныстары жоқ. Мүмкін мұндай тапсырманың қажеті жоқ шығар. Яғни кімнің қалай сөйлегені, кімнің үнсіз қалғаны туралы қорытынды жасауға болады. Ал мұнай саласында қолдайтындар жетерлік. Өйткені көптеген мердігер компаниялардан қосалқы мердігерлер болып жатқан оқиғалардан шаршаған. Яғни киттердің жабық тендерлік процедуралары ашық өтпейді. Олардың мердігерлерін сайлау да анық емес. Олар өз процедуралары бойынша сатып алады. Олар еш жерде есеп беруге міндетті емес. Мысалы, соңғы жылдары олар өздерінің мердігерлері үшін тарифтерді ұлғайтты. Бұл негізінен Қазақстандағы компанияларда тіркеген шетелдік компаниялар. Яғни формальды түрде сол ТШО, КПО десе, білесіз бе, жергілікті құрам осылай болады. Бұл қазақстандықтардың тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуын білдіреді. Бұл әдістемеде сіз бен біз құрған компания болуы мүмкін. Мысалы, Ақтөбе облысында құрылған, ал құрылтайшылары шетелдіктер. Ал бұл компания сатып алудың барлық көлемі қазақстандық болып есептеледі. Өйткені компания Қазақстанда тіркелген. Дивидендтен түскен пайданың барлығы шетелге жіберілетінін ескермейді. Мысалы, бұл консорциум мердігерлері соңғы жылдары операциялық мөлшерлемелерін доллармен арттырды. Күндер, операциялық мөлшерлемелер, бұрғылау және тағы басқа. Олар өз кезегінде қосалқы мердігер мұны қазақстандық доллармен төмендеткенін көрсетті. Теңгеде шамал өсім бар. Долларда өсім жоқ. Бұл өте әділ емес және мұнда да кең ауқымда мәселелер бар. Бірақ тағы да атап өткім келеді. Өкінішке қарай, Қазақстанда оны қайта қарау керек деген қоғамдық пікірталас жоқ. Мүмкін біз алғашқы шығармыз, өйткені біз осындай ұсыныстар жасаймыз. ArcelorMittal айналасындағы өткен жылы болған шу көзімізді ашу керек. Мен оны түсінбеймін. Топ 50 салық төлеушінің қатарында ArcelorMittal тізімнің соңында болғандықтан. Ең негізгі салық төлеуші теңіз. Ал біз мұнай өндіруші компанияларымыз теңіз, Қарашығанақ, Қашағанға сұрақ қоймыз керек. Салықты жалпы негізде төлейік. Мұнайды Қазақстанға, мұнай өңдеу зауытына жалпы негізде жеткізейік. Жақсы. Оның ішінде қазақстандық өндірушілер мен компанияларды сөзбен емес, әдемі видео және әдемі сандармен емес, шын мәнде қолдау керек. Халықаралық компаниялар тарапынан қандай да бір реакцияға келетін болсақ, олар жоқ. Олардың түсініктеме беру екталай. Бірақ менің ойымша, олар ширығып қалды. Ең бастысы, теңіз келісімшартының аяқталуына 9 жыл қалды. Бұл келісімшарт ұзартылмау керек. Бұл кен орны Қазақстанның меншігінде болу керек. Ал біз келісімді осы мерзім біткенше өзгертуіміз керек. Әйтпесе, біз мұнайды түгел сорып алған кен орындарына қарап қаламыз. Көрермендер үшін түсіндірейін. Сізде әртүрлі аудитория бар екені анық. Мұнай саласын түсінетіндер бар. Жай ғана процестерге қызығатындар бар. Мұнай мен газдың негізгі көлемі одан айдап алынғаннан кейін кен орындары осы ұңғымаларды монтаждау және оларды қандай да бір жағдайда жөнге келтіру түріндегі инвестицияны қажет етеді. Яғни, біз әлі де ақша салуға тура келетін осындай бұзылған шұңқырмен қалуымыз мүмкін. Бұл жағдайды елестетіп көріңізші.
состоянии. Не Мы істейміз? можем остаться у такого разбитого Әлемде корабль, қалыптасып который жатқан еще геосаясат должен, осы екенін инвестировать ескеріп, осы жағдайды ескеруге тырысайық. Ну, Әлде что будем Ресейге делать? қарсы Попробуем көзқарастағы изменить түрлі эту қоғамдық ситуацию, пікір с учетом көшбасшыларының того, что пікірін такая тыңдап, геополитика қарап отыра складывается береміз в бе? мире? Или Менің просто ойымша, будем сидеть, смотреть, прагматизм и вот өз орнын алу там керек. разных лидеров общественных мнений, у которых там антироссийские настроения. Я думаю, прагматизм должен взять верх. Да, как раз я хотела задать Иә, вопрос о том, дәл осы сұрақты қойғым келіп еді. если Егер не делать ешқандай никаких ұсыныс жасамай, предложений, если тек просто жағдайды еркіне жіберсек, идти не по болады? накатанной, тогда что будет? Но Бірақ Олжас Олжас бұл уже сұраққа жауап практически берді. ответил мне на этот Олег, вопрос. сіздің Хотелось бы пікіріңізді услышать білгім ваше келеді. мнение, Олег. Выкачу идеи, Олар но мұнайдың действительно бәрін сорып алып, люди бізге не осы мұнай активтерін қалдырады. больше тратить на ее Біз оны содержание. күтіп На самом ұстауға деле, көбірек я бы қаражат хотел, жұмсауға мәжбүр боламыз. здесь, что еще Мен хотел, мұнда барлық үлкен үштіктің добавить сатып алуына в қатысты отношении, қоса кеткім келеді. закупок, да, Мен бұл этих, мәселені кеңесте Ресей бірнеше күн бойы талқылап жатырмын. Я буквально несколько дней Жергілікті қамту үлесін арттыру туралы ұсыныстардың бірі түсті. Бұл ұсыныс Олжастың келісім шарттарды қайта қарауға қатысты ұсынғанына қарағанда радикалды емес. Қазіргі ойыншылар арасындағы осы байланыстар аясында келісімге келуге тырысу, жергілікті қамту шарттарын қайта қарау және ережелерді белгілеу үшін СРП-ға қосымша келісімдер жасау туралы ұсыныс бар. Бірақ біз барлық жерде кәсіпорындардың өздерінің ізгі ниеті болу керек екенін түсінеміз. Осы компаниялардың барлығында бізде бас директорлардың орынбасарлары институты бар екенін көріп отырмыз. Бұл біздің жергілікті сарапшылар, менеджерлер, олардың міндеттері дәл Қазақстанның мүддесін жергілікті қамту тұрғысынан қорғау және тағы басқа. Бірақ өкінішке қарай, бұл жұмыс істеп жатқан жоқ. Айлық жалақыңыз 10-20 мың доллар болғанда, сен тимесең, мен тиме деген мысалдар жетерлік. Кез келген адам осы мәселе үшін жан қинап, қызметтен айырылып, Қазақстан мүддесі үшін күресуге тырыса бермейтін шығар. Мұндай жағдайлар жиі орын алады. Иә, енді неге біз бұл бүкіл Ресейге қарсы көріністі көріп отырмыз? Ең алдымен, Қазақстанның мүддесін көздейтін мұндай ұсыныстар еленбей, саботажға ұшырап жатыр. Олжас бұл компаниялардың Қазақстандағы негізгі салық төлеушілер екенін дұрыс атап өтті. Бұл компаниялардың мүддесін қорғайтын үлкен команда. Сарапшылар армиясы, лоббистер, блогерлер жұмыс істейтіні ешкімге де жасырын емес шығар. Тікелей қорғайды және төлейтін ақшасына туған анасын сатуға дайын шығар, бәлкім. Өкінішке қарай, осылай болып жатыр. Иә, мен түсінем және біз ешкім туралы нақты айтпаймыз. Бірақ көбінесе біздің сарапшылар, біздің қоғамдық пікір көшбасшылары, олар өзге мүдделерді қорғауға, тіпті жеке мүдделер үшін кейбір саяси нәрселер туралы біздің мүддемізге зиян келтіруге дайын. Міне, бүгінде негізгі салық төлеушілер болып табылатын осы компаниялардың ақшасымен бұл пікір қалыптасты. Яғни, Ресейге қарсы күн тәртібі. Бұл компаниялар болмаса, ендігім. Оларда технология бар, оларда ақша бар, тағы басқа. Мұны біз маман ретінде өте жақсы түсінеміз. На деньги этих компаний, которые являются основными плательщиками, то есть это сформировано вот это мнение, то есть антироссийская повестка и то, что, соответственно, а кто, если не они, эти компании, у них технологии, у них там деньги, с Западом ссориться нельзя и так далее и тому подобное, да, то есть это сформированное мнение, то есть, соответственно, мы это понимаем как эксперты, которые, могут, соответственно, разделять зерна от плевел, да, вот это я хотел добавить еще. И вот по итогу, какие выводы Нәтижесінде қандай қорытынды жасауға болады? Қазақстанның ақпараттық кеңістігін айтарлықтай елеулі қаржылық ағынмен басқарылатын ірі батыс корпорациялар бар. Олардың Қазақстан үкіметінің осы ашық емес келісімшарттарды, өнімді бөлу туралы келісімдерді келісу және қол қоюға мәжбүрлеген айтарлықтай елеулі заң қызметтері бар. Ал екінші жағынан, Парасат шағын альянсы, ақпарат кеңістігіне енген қайсар жандар, олардың атына айтылған қарсылықтарға, сын мен қорлауларға қарамастан өз ойларын айтып, мұндай шешімдердің неліктен елдің мүддесін қорғай алатынын түсіндіреді. Бізді тек Қазақстандағылар ғана емес, шетелдегі көрермендер де көретінін ұмытпаңыздар. Ал Ресей жағына келсек, оларға сіз жағдайды қызық етіп суреттеп бердіңіз. Кен орындарындағы пайдалы қазба таусылып жатыр. Соның салдарынан бірнеше жылдан кейін ондағы мұнай қоры сарқылады.
И еще Ал не егер ресейліктер бұл забывайте, акцияларды бізден сатып алатын что болса, нас смотрят қаржы не құюға только туралы келетін Казахстан, но осы и жағдай мәз Азербайджан. емес. Но Ескірген вот кен касается орындарына тап российской келеді. стороны, вы только Сіз что нені меңзеп отырсыз? нарисовали очень Бүгінгі осы айтылғандардан кейін сіздің такую идеяңыз қаншалықты өміршең? неинтересную для российской стороны картинку. Месторождения истощаются. По итогу через несколько лет запасы нефти там закончатся, и россияне, если выкупят у нас эти доли, получат те самые истощенные месторождения, за которыми еще придется ухаживать и вливать туда финансы. О чем вы говорите? Вот насколько вообще жизнеспособна ваша идея после того, что сегодня прозвучало? Да, вопрос... Бұл баға мәселесі. Яғни шетелдіктер өз активтерін белгілі бір бағамен сатуға қаншалықты дайын. Біз жалпы айтып отырған жоқпыз. Егер оларға потенциалдық құнына X2 ұсынылса, олар келіспейтінін жоққа шығармаймыз. Мысалы, сіздің пәтеріңіз бар делік. Көршіңіз оны сатып алғысы келеді. Сіз, жоқ, бұл пәтерім жайлы. Терезеден қарасаң, әдемі көрініс. Ішін жақсылап жөндедім деп айтасыз. Ол жарайды. Мен сізге 2 есе қып төлеймін десе, сатпағанда қайтесіз. Әрине сатасыз. Мұндағы мәселе баға мәселесі, талқылау мәселесі. Олар қаншаға сатуға дайын? Ресей мұнайдың болашақ болжамдары мен бағасын ескере отырып, қанша ұсынуға дайын? Бұл талқыланатын мәселе. Оны талқылауға әлі ерте. Өйткені біз теңізді қаншалықты бағалауға болатынын мүлде білмейміз. Ол жерде ашықтық жоқ. Иә, олар өндіреді. Олардың операциялық шығындары қанша? Біз олардың операциялық шығындарының барреліне 3-4 доллар екенін білеміз. Салықтарды және басқаларын есептемегенде, бұл барреліне 3-4 доллар. Шеврон жыл сайынғы есептердің бірінде теңіз кенішін халықаралық жобалардың тәжіндегі гауһартас деп атады. Яғни тек өз елінде ғана емес, кейбір континентте ғана емес, жалпы барлық халықаралық жобаларда бірегей болып тұр. Өйткені ең бай кен орындары. Қазақстан ресурстарға бай екені рас. Сонымен қатар, олар өздері үшін келісілген артықшылықтарға ие. Мен келісімшарттардың жасалуына және олардың шарттарына күмән келтірмеймін. Өйткені біз әділеттілік танытып, ол кезде мұнайдың қадірін білмегенімізді объективті түрде мойындауымыз керек. Ол кезде ел болғанымызға азғандай жыл болған. Тіпті біз тәуелсіздігімізге мүлде сенген жоқпыз деуге болады. Ол кезде баррелі 7 доллар тұратын мұнайдың ол жақта 100-180 доллар тұратынын білмедік. Яғни бейхабар болдық. Даму үшін бізге ақша керек болды. Олар өз технологиясымен және инвестициясымен келді. Бірақ қазір олар барлық инвестициясын ақтап, қайтарып алды. Енді мүмкін өзара тиімді шарттарда қарым-қатынас құрамыз. Екінші сұрақ әртүрлі талқылаулар немесе Ресей үшін мүмкін болатын жеңілдіктерге қатысты. Қалыпты жағдайда бұл ұсыныс Ресейге қызық болмас еді, және ол барлық ресейлік бақты айналып өтетін еді. Яғни оған ешкім назар салмайды. Өйткені Қазақстанның не ұсынатынын ешқашан білмейсің. Олар қазір Ресейде отырып былай деуі мүмкін. Сендер қазақтар өз ұлттық қорларында ысырап етіп, енді біздің ұлттық қорға қол салмақсыңдар. Өз мәселелеріңді біздің ақшаның есебінен шешіп алғыларың келеді. Шетелдіктермен бірге өздерің шешіп алыңдар. Яғни, мұнда да сұрақтар бар. Шынында да, қазіргі жағдайда олар батыстың меншігіндегі шамамен 300 миллиард долларды басқара алмайтынын ескере отырып, қаражат негізінен Еуропада екенін түсіну керек. Бірақ мұндай жағдайда дәл осы мүмкіндік қазақстандықтарға, қазақтарға қандай да бір жолмен осы келісімшарттарды өз пайдамызға бұрып, қайта қарауға мүмкіндік береді. Бұл негізгі ұсыныс. Мен сізбен келісем, Ресейде қалыпты жағдайда бұл қызық болмас еді. Олардың Қазақстандағы активтерін алу үшін 600 миллиард доллардың 100 миллиардын америкалықтар мен еуропалықтарға не үшін ысырап ету керек? Жақсы, бұл жерде логика жоқ. Олар өз кен орындарын өздері өндіреді. Олар үшін тиімдірек болар еді. Дәл осы тарихи сәтте. Олег, теперь тот же самый вопрос. Олег, енді сізге де сол сұрақ. Талқылау процесіне қатысу қаншалықты қызықты? Бұл біз қазақстандықтар өз проблемаларымызды солардың есебінен шешуге тырысқанымыз ресейлік тарапқа екіұдай көрінбей ме? Ал батыс елдері тарапынан Қазақстанға санкция салына ма? Оның үстіне біздің экономикалық жағдайымыз, Конституцияда жазылған жер мен пайдалы қазбалар халықтығы дегенге сәйкес келмей қалады деп айтуға бола ма? Не соответствует тому, что прописано в Конституции. Земля и недра принадлежат народу. Безопаснее. Ну, на самом деле, вот Олжас тоже Негізі правильно Олжас та сказал, дұрыс что, айтты.
көптеген маман дәл осылай жазады. Шартты түрде қазақтар өз мәселелерінде біздің қаражаттың есебінен шешкілерін келеді және тағы басқа деп. Бірақ бүгінгі мұнай мен газ қорларына тыйым салу жағдайы оны басқа қырынан көрсетеді және сәйкесінше бүгінде біз Ресейдің қолданыстағы мұнай кен орындарына қайтару мүмкіндігі аз активтерін айырбастау арқылы осы ұсыныстарды барлығына келісе алатынын түсінеміз. Оған қоса айтарым, бүгінде біз бір тізбекте тұрмыз. Яғни бұл компаниялар өндіретін мұнай мен газдың барлығы не ресейлік өңдеу кәсіпорындарында, не Ресей аумағынан өтетін ресейлік құбыр жүйесі арқылы тасымалданады. Негізінде бүгінгі күні осы батыс компанияларына, соның ішінде Ресей Федерациясына үлкен тәуелділік бар. Бұл барлық тараптар үшін осындай сәйкес шешім болуы мүмкін. Яғни, батыс компаниялар кететін болса, Ресей мен Қазақстан осы мұнайды өндірумен және соңғы пунктке дейін жеткізумен айналысатын бірлескен құрылым құрып, одан да көп өндіре алатын еді. Бірақ Ресей Федерациясының алтын валюта резервтерін пайдалану тек құрал екенін тағы да атап өткім келеді. Біздің міндетіміз мұнай кен орындарын өз құзырымызға қайтару. Бұл біздің жаңа үкіметіміздің басты мәселесі болу керек. Жарайды, Олжастың айтқан дұрыс. Ол жерде 7-10 жыл күтіп, кейінге қалдыруға құқымыз жоқ шығар. Өйткені мұнай семантикалық ресурстан, өкінішке орай, олар жүзеге асырылмайды. Ал бізде бұл мүмкіндік үнемі бола бермейді. Біз оны одан әрі дамыту үшін пайдалана аламыз. Сондықтан қазірден бастап шешім қабылдау керек. Бұл күн тәртібіндегі басты мәселе. Осы барлық шарттарды, Қазақстанның мүддесі үшін жасалмаған барлық келісім шарттарды қайта қарау керек. Қарап шығу және біздің меншігімізге қайтару керек. И этих возможностей, которые мы можем направить для дальнейшего развития. Поэтому решать нужно сейчас, и считаю, что это должен быть главным вопросом на повестке, пересмотр в целом всех этих условий, всех контрактов, которые были заключены не в интересах Казахстана, пересмотр, опять же, и возврат в нашу юрисдикцию. Әлі уақыт болса, тағы қоса көтіге бола ма? Әрине. Санкциялар туралы бұл тезистің әрине өз орны бар. Ал егер біз оларды дөрекі түрде қуып жіберсек, немесе кейбір шарттарды бұзсақ және тағы басқа, Қазақстанға санкциялар салынады деп бәрінің айтып жатқаны анық. Бұл жерде менің қарсы дәлелім бар. Біз неге тіпті Қазақстанға қарсы санкциялар болмайды деп ойлаймыз? Жалпы, қазірдің өзінде Қазақстанның айналасында санкциялық шеңбер бар. Ресейге санкция салынған. Қытайда шектеулі санкциялар бар. Соның ішінде ақш, Еуроодақ, Иран ұзақ уақыт бойы санкцияның құрсауында отыр. Біздің оңтүстіктегі көршілерімізде белгілі бір дәрежеде әртүрлі шектеулерге ұшырауы мүмкін. Қазақстан осындай санкциялар шеңберіне түскенде қандай да бір оптимист болудың қажеті жоқ. Бірнеше жылдан кейін санкциялардың астында қаламыз әлі. Олар бізге Ресейге қарсы санкцияларды айналып өтіп жатырсың, Қытаймен сауда жасап жатырсың, Иранмен де бірдеңе істеп жатырсың дей салады. Қалай болғанда да 1-2 жылдан кейін Қазақстанға қарсы белгілі бір санкциялар болатынына нық сенімдімін. Олар белгілі бір адамдарға қатысты саяси болуы мүмкін, немесе олар сендер демократияны құрметтемейсіңдер, ЛГБТ өкілдерін қолдайсыңдар, немесе басқа сылтаулар келтіруі мүмкін. Тағы бір сұрақ. Батыс компанияларының Қазақстан экономикасында болуының өзі біз үшін қандай да бір кепілдік емес пе? Дегенмен, мүлде санкция салынбаса да, бізге аз ғана әсер етеді емес пе? Әрине, кепілдіктер бар. Соның ішінде біздің көп векторлы көзқарасымызды сақтауға жол ашады. Бірақ бұл өте қымбат кепілдіктер. Сондықтан айтып отырмын. Егер шетелдік компаниялар жалпы шарттарға ауысса, ешқандай сұрақ жоқ. Жұмыс істей берсін. Мен олардың жұмыс істеуіне қарсы емеспін. Мен олардың басқа мұнай өндіруші компаниялар сияқты жалпы шарттармен жұмыс істеуін жақтаймын. Мұнай бағасының шекті деңгейіне келетін болсақ, мен Ресей Федерациясына қолданылған мұнай бағасының шегін біраз уақыттан кейін Қазақстанда қолданаты туралы айтқан Қазақстандағы жалғыз адаммын, алғашқы адаммын. Әртүрлі сылтаулар болуы мүмкін, бірақ бұл олар үшін өте тиімді екенін түсіну керек және бұл жағдайда олар Қазақстанды еш пайдасыз қалдырады. Өйткені қазір бізде мұнай мен газдан түсетін табыстың белгілі бір асып кетуі бар. Өйткені әлемдік баға барреліне $80 немесе одан да көп, бірақ олар Қазақстанға 60 керек десе. Бұл жағдайда олар бізден жеңілдікпен өндіргендіктен де барреліне $60 Еуропаға өз мұнайын өз зауытында жеткізетіндіктен де өтады. Яғни, бұл нұсқа
нұсқа қазір кең таралып жатыр және ол белгілі бір дәрежеде Қазақстанға қарсы қолданылатын болады. Егер төбелес болатын анық болса, бірінші болып жұдырық сілте деген сөз есіңізде болса керек. 50 жыл бұрын Ленинградская көшесі маған осыны үйретті. Сондықтан, егер мұндай сценарийлер бар болса және олар Қазақстанның қарым-қатынасында әзірленіп жатқан болса, бізде қарсы дәлелдер болу керек. Ал қарсы дәлел мен бұл шараларды қазір әзірлей бастаған дұрыс. Тағы бір айтарым, бұл санкцияларды өзіміз шақырып жатқанымыз бұған дейін айтылған. Біздің жанар жағармай өндірушілері мен электронды өнеркәсіп өндірушілері бұл өнімдердің Ресейге экспортталуына жол бермеу үшін бізге одақтасуға жүгінеді. Олар бұл өнімдерді импорттауды шектейді, яғни лицензиялауды және тағы басқасын енгізеді. Бұл біздің салаға жанама әсер етеді. Өйткені бұл нәрселерді реттеу өте қиын. Шын мәнінде, біз қазірдің өзінде кері әсерін сезініп жатырмыз. Бұл жыл сайын күшейе түсетінмен келісем. Яғни, бүгін біз тек ықтимал проблемалар туралы ғана емес, сонымен бірге ақыры болатын интеграция туралы және өз мүдделерімізді қорғау туралы айтып жатырмыз. Мен дұрыс түсіндім бе? Дәл солай. Онда үкіметтің, мұнай кеңесінің жауабын күтеміз. Біз президенттің саяси шешімін немесе ең болмағанда қандай да бір алғашқы реакциясын күтеміз. Құрметті сарапшыларға алғыстан басқа айтарым жоқ. Президентпен түзету кеңесі мүшелерінің кездесуі болады. Сондықтан жоспарланып отырған бұл кездесуден үлкен үмітіміз бар. Рахмет сіздерге. Алғыс айтам.